Жүн үйлеп, киіз басып, одан киім шығаратын адамдар қазір жоқтың қасы. Текемет төселген үйді көрсек, қайран қалатын болдық. Тіпті киіз басу өнері мүлдем жойылып кетеме деген қауіп бар. Десе де, ата кәсіппен айналысатын атыраулықтар бар екен. Солардың бірі жасы 70-ке жуықтаған Дина Сабытайқызы. Қолдан шыққан дүниелерін сатылымға шығармай, кәдесый ретінде ұсынады. Шебермен тілдескен тілшіміз тақырыпты өріп өтсін. Бұрын білесіздер ме? Пәлен үйде киіз басып жатыр десе, барлығы қуана жүгіретін еді. Қазір қала халқы тұрмақ, ауылдағыларға бұған тіксіне қарайтын болды. Мына үйде осы өнерді насихаттап, жаңа бір белеске көтерген шебер Дина Нұрғазиева апамыз тұрады. Ол кісінің қолынан көптеген дүниелер шыққан, мың рет естігеннен. Бір рет көрген жақсы, ендеше үйге енейік. Расында да, жылына 2 рет малдың жүнін қырыққан ауылдықтар оны қайда жіберерін білмей өртей бастады. Бұрынғыдай жүнді тазалап, түтіп, ұршықпен жібейіріп, киім тоқитын әжелерді жиі кездестіре бермейміз. Бір-бірлеріміз ұлттық құндылықтың ұтымды тұстарын жарыққа шығару қажет ақ. Осы өзіміздің дәстүрлі бабадан қалған киіз, текемет, алаша дегендер, біздер оны әжелерімізден көріп өстік. Кейінірек жаңа жаман талабына сай, осы қазіргі тұрмысқа ыңғайлап шығарған ғой, мен солардан көрдім. Ұйықтасам түсімде көрем, жаңағы жел арқылы көргендерімді қайтып шығарам, қайтып жасайым деп, бір-екі мынадай төсемдер басқаннан кейін бір реткі бастық. Дина Сабытайқызы қолынан шыққан дүниелерін бірде-біреуін сатқысы келмейді. Көзінің майын тауысып жасағанын ұл қыздары, немерелері үстіне киіп жүр. Әлеуметтік желіден көрген жандар тек лүпіл басып, бөлісумен ғана шектеліп қалады. Үйренгісі келетіндер болса, үйіме келсе де қол қусырып қалмаймын дейді шебер. Бірақ мен іштемен сатам деп ойламаймын. Осы жасымда бизнес жасап пайда табам деп ойламаймын. Үйренсе, сосын ұрпағыма естелікке қалдыратын жоспарымдағының бәрі. Шебердің әр жасаған жұмысынан тарихынды көріп, тәлім алуға болады. Мұқият бағамдап, ұлы өнерден біз де сусындап көрдік. Эксклюзив болсын, мен апама көмектесетін болам, және де бірге біз киізден киім жасайтын боламыз, да? Солай ма? Дұрыс айтып отырмын ғой? Енді мен қолым емес, Дина апамыздың шебердің қолы. Қалай істеу керек? Ал мынаны былай аласың, мына қолыңа осылай. Содан кейін мына бір жағы нелеу болып тұр, оны бүйтіп тыстай саласың да, мына жерден бастай бер. Мына шетінен бастайын ба, мына жер? Шетінен. Осылай да? Міне. Соны мынау дайын тұр, осылай дайындап алсаң, тегіс болады. Текеметке де осылай салам. Мынаның осы көп уақыт алады осы жұмыс. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мен түсінбей жатырмын бәрінде. Тек қана мына саусағыңменен. Екеуін, мынау көмекке келеді, иә. Екі саусақпен тек, е? Мынау көмекке келеді. Мынау. Мынау көлденең жатты, енді мынаны алып келіп, бұлай тікесінен саламыз. Дәл осының шетінен бастаймыз да, мынау жер жаңа қозғалып кетті ғой. Қымбат көрермендер, сіздерге деген лайфхак болсын. Апамыз үйретіп жатыр, қазір қалай жасау керек екенін. Осылай, мынау екінші слойы. Одан кейін тағы бір слой былай саламыз. Содан кейін барып, төртінші слой, бұнаған енді бешпетке мен осы екеуден жіберем. Екеуден жібересіз? Иә, себебі жұқа болсын деп, жұқа көйлектермен киетін деп өзіме арнап отырғаным. Киізден киім тігу төзімділік пен ізденісті қажет етеді. Тікен егіп, дән ұраған ешкім жоқ. Қазақтың қол өнері кейінгі ұрпаққа үлкендердің тек естелігімен ғана айтылып, көне жәдігерлер мекенінен іздеп жүріп көрмесек болғаны. Дастан Мүрсәлім, Тілекқабыл Ғұмаров, Атырау телеарнасы.